Баршаңызға сәлем достар. Бүгін жаңа посттағы товарларға қалай онлайн төлем жасау керектігін айтатын боламын. Бұрын жаңа постта товардың салмағын, яғни складқа барып қолма-қол төлейтін едік, ал қазір болса тек онлайн төлем жасау қылып қойған. Сондықтан да товарлардың салмағын тек онлайн ғана төлей аламыз. Енді сізге төлеу керек товарлардың үстін астында таңдау деген батырманы басып, қай товарды төлеу керек, солардың үстерінен басып осылай белгілеп шығатын боламыз. Барлығын белгілеп болғаннан кейін астындағы топтық төлем дегенді басатын боламыз. Міне осы кезде төлейтін сома $30 шықты. Осы жерден сіз Каспи арқылы төлейтін болсаңыз, астындағы Каспи арқылы толықтыру деген батырманы басамыз. Сол кезде сіздің Каспиіңізға бірден баратын болады. Ал егер басқа карточкамен төлейтін болсаңыз, мына батырманы басып, карта дегенді басамыз және толықтыруды басамыз. Сол кезде осылай картаның номерін, жарамдылық мерзімін және артындағы 3 санды тіркеп төлеу деген батырманы басатын боламыз. Ал Каспимен төлеген кезде міне осылай сразу сіздің Каспиіңізға осылай апарады. Осы жерден 13.903 теңгені төлейтін боламыз. Енді бұл ақша жаңа посттағы жеке шот деген болады, соған түседі. Енді товарлардың салмағын төлеу үшін қайтадан осылай төлеу керек товарлардың үстін осылай белгілеп шығамыз да, астындағы топтық төлем деген батырманы басатын боламыз. Топтық төлем деген басамыз. Мінекей жеке шотта бізде $30 бар және төлем жасалды. Егер сіздерде осылай жаңа пост арқылы заказ беретін болсаңыздар, салмағын онлайн түрде көріп, онлайн түрде заказ бере аласыздар. Егер осы видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.